Жүрек тәубесі. Ал Раббымыз Алла деп иман айтқаннан кейін топ-тура жолмен жүргендерге оқтын-оқтын періштелер түседі. Қорықпаңдар, әрі мұңаймаңдар. Өздеріңе уәде етілген жәннатқа қуаныңдар. Тәубенің мерзімі адамның ниеті, ұстанған бағыт-бағдары мен танымына тікелей қатысты болмақ. Құл жүректегі ниет пен бағытын ұстана отырып, жолда кездескен түрлі кедергілерден өтіп, мәре сызығына жетеді. Бұлай болмаса, қол мақсатына қол жеткізе алмасы анық. Сол себепті күнделікті 5 уақыт намаздың әр рәкағатында Фатиха сүресін оқыған сайын жаратқанға бізді тура жолға жеткіз деп дұға етеміз. Осылай жалбарыну арқылы адамдардың сезімі, ойы, іс-әрекеті мен сөзі барлығы дерлік жүрек түкпіріндегі сүзгіден өтіп, ниетке ұласады. Есте сақталып қалған жайттар, жүректе ашылған сезім қақпалары, көңілдің түкпірінде сақталып қалған суреттер адамдардың ниетіне, көңіл көзі мен ұстанымына ұласып, шындыққа айналады. Әйтсе де, мұны іске асырған кезде кейбір адами түсініктерді бір-бірімен шатастырып алмау маңызды. Мысалы, қол жеткізуге талпынған таным түсінік пен дүние құмарлықты шатастырып алар болсақ, тек жақсы ниетті жойып қоймай, адам баласын тура жолдан барынша адастыруы мүмкін. Өйткені, иман көкжиегінде талпынған жанның жауапкершілігі анағұрлым жоғары болады. Ондай адам дүние мен ақыретте ғапылдыққа салынбай, мақсатына жету жолында барынша тырысып бағады. Дүниені жақсы көретін дүние құмарлар болса, ақыретке қатысты тұста ғапылдыққа жол береді. Олардың мақсаты бір қарағанда нағыз иманға қол жеткізу сияқты көрінгенімен, дүниелік үшін ғапылдыққа салынған қияли көзқарас болып табылады. Олар мақсатқа қол жеткізуге тырысудың орнына қиялмен өмір сүреді. Осы себепті Алла Расулы, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, 4 нәрсе бақытсыздықтың белгісі: жас шумаған жанарлар, тас жүректік, дүниелікке қызығушылық, аш көздік, дүние құмарлық, ұзақ өмір сүруге құмартушылық деген. Әзіреті Әли: сендер үшін 2 нәрседен қорқамын. Олар дүние құмарлық пен нәпсінің қалауына еру. Дүние құмарлық ақыретті ұмыттырса, нәпсінің дегеніне көну хидаятқа, иманға кедергі келтіреді деген. Әзіреті Әлидің өзіне жазған хатын оқыған кезде Ибн Аббас: Алла елшісінен соң сенің хатыңнан асқан пайдалы сөз болған емес деген. Хатта адам баласы қол жеткізген жетістігіне қуанады, кейбір нәрселерге қол жеткізе алмай мұңаяды. Бұл дүниедегі жетістіктеріне қуанба, қолың жетпеген нәрсеге қайғырма. Байқа, дүние құмарлықтың кесірінен тәубені ұмытып, еш амал жасамай, ақыретке сенбегендердің қатарына қосылушы болма. Кез келген сәтте бұл өмірмен қош айтысатынды естен шығармай, соны ойлап, әрекет қыл. Уәссәләм делінген. Хасан Басри болса, бұл құл дүниеге құмартқан сайын өзге амалдарын тәрк етеді. Ұзағынан болатын амалдар адамдарды жалқаулыққа ұрындырады. Мұндай адамдар жасайтын істерін әрдайым кейінге қалдырып, жауапкершілікті ұмытып, өз көңіл қалауларына құлақ асатын болады. Олар құлшылыққа тек дүние құмарлықтан бас тартқан күнде ғана бет бұрады. Адам Құран мен сүннетті ұстанған кезде оның сана сезімі, ойы, пікірі мен іс-әрекеті де соған сәйкес бақытталып отырады. Сөйтіп, иманның көкжиегіне қол жеткізіп,
талпынысы мен көңіл қалауы, қоршаған ортасы мен мүмкіндіктері, ақылы мен көңіл кеңістігі оған шынайы мақсатына жетуіне жол ашады. Өмірінде оң өзгерістер орын алып, жүрегі нұрланып, пенделік перде айқара ашылып, жанары жәннаттың жолын көздейтін болады. Пайғамбарымызға ықыласы ауып, қайран болған Сәубан сияқты. Алла Расулын қатты жақсы көретін Сәубан атты сахаба одан бір сәтке де көз жазғысы келмейтін. Пайғамбарымызға ықыласы ауғаны соншалық, бұл сүйіспеншілігі оның мәңгілік мақсатқа жетеледі. Асыл мұрат пен зор мақсаты меже қылған сахабаны сәт сайын ойлағаныма қол жеткізе алмай қалсам қайтем деген ой мазалайтын. Бір күні пайғамбарымыздың оған Алланың игілігімен сәлемі болсын құзырына келген Сәубанның өңі қуарып, ұнжырғасы түсіп, құр сүлдері қалған еді. Оның терең мұңға батқандығын жүзінен бірден аңғарылатын. Сәубанның мүшкіл халін байқаған Алла Расулы оған ерекше көңіл бөліп: «Уа Сәубан, жүзің неге сонша солғын? Әлде сырқатпысың?» деп сұрады. Сахаба: «Жоқ, уа Расулалла, сырқатым да, дендеген дертім де жоқ. Тек ұзақ уақыт өзіңді көрмей қалсам, осындай халге түсемін. Сені көруді қатты қалаймын. Көрмейінше өзімді жапанда жалғыз қалғандай сезініп, беймаса күйге еніп, байыз таппай кетемін. Содан соң ақыретті еске аламын. Ол жерде сені көре алмай қалсам қайтем деген қорқынышты ойдан жүрегім тілім болады. Себебі сен ол жақта өзге пайғамбарлармен бірге боласың ғой. Мен болсам, жәннатқа кірген күннің өзінде оның төменгі дәрежесінде боламын. Сол себепті ақыретте сені көре алмауым әбден мүмкін. Алда-жалда жәннатқа кіре алмай қалсам, онда дидарыңды көрмек түгіл аңсай да алмаймын. Осыны ойлаған сайын көңілім құлазып, ішкі дүнием аласапыран болады», деді. Сахабаның бұл жауабына байланысты: «Кімде-кім Аллаға және Расулына лайықты түрде мойынсұнса, міне, солар Алланың шексіз нығметіне бөленген пайғамбарлармен, сыддықтармен, шейіттермен және ізгі жандармен бірге болады. Бұлар қандай керемет жолдастар десеңші». Ниса сүресі 69 аят. Аятты естіген Сәубаның жүзі бұлбұл жайнап, дүниенің тұтқасын ұстағандай, кеудесін қуаныш кернеп, көңіліне қанат бітті. Ұлы мақсатқа ден қойғандар және көздерін иман көкжиегіне қадағандар тура жолдан тайып кетпес үшін күнә былай тұрсын, зәредей қателіктің өзін бой алдырмауға барын салады. Жаратқанның қаһарына себеп болып қаламын ба деп ойлаудың өзі олардың мұңға шомдырады. Кішкентай қате жасай қалған күнде дереу жаратушысына жалбарынып, еңсесін тіктей алмай, көз жасын көлдетіп, тәубе жасайтын болады. Жақсылық атауының үлгісі болған пайғамбарымыз оған Алланың игілігімен сәлемі болсын, барлық нәрседе өнеге көрсеткендей, тәубе жасауда да үмбетіне үлгі болған. Қате жасамақ түгіл, қате жасаған болсам қайтем деген ойдың өзі Алла елшісінің оған Алланың игілігімен сәлемі болсын жанын жегідей жейтін.